Қайырлы күн достар, бүгін осындай бюджеттік, оп-оңай жасалынатын қолда бар нәрседен дәмді песочный печенье жасаймыз. Ол үшін бізге иіссіз сұйық май, қант, ұн, жұмыртқа, ас содасы және де ұн қажет болады. Жұмыртқаларымызды жарып, үстінен қант сеуіп, жақсылап ағарғанша араластырамыз. Барлық қоспалардың мөлшерін мен описаниеде қалдырамын. Үстінен сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Ас сода немесе қамыр қопсытқышты онымен араластырып, илектен өткіземіз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығады. Менде әсел пеші, мен оны 160 градусқа алдын ала қойдым. Енді печеньелерімізді осылай өздеріңіз қалағаныңызша әсемдеп, формалап, пергамент қағазын төсеп қоясыздар. Мен 20-25 минут қызарғанша пісіріп алдым. Печеньелеріміз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.